Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті нұсқауына сәйкес полицейлер жазғы киім үлгісіне көшіп, жалпы гарнизондық саптық түзеуіне қатысты. Онда мамандардың жеке куәліктері мен сыртқы киім кию үлгісіне баса назар аударылды. Жалпы құқық қорғаушылардың саптық дайындығын бақылау барысында барлық талап ескерілді. Жеке куәліктерін, киімдерін жазғы нысанға сай, енді көшедегі қызметкерлер өзінің талабына сай болу керек деп ойлаймыз. Сондықтан енді нұсқауды орындау біздегі бірінші міндетіміз. Шара барысында 15 жас қызметкер әріптестерінің және ұстаздарының алдында өздерінің қызметтік борыштарын кәсіби тұрғыда орындауға және азаматтардың құқығын қорғауы салтанатты түрде ант етті. Приступить к принятию присяги. Старший лейтенант полиции Шабдикеев. Полиция қатардағы Мағмұр. Ант қабылдауға маған кел. Жас қызметкерлер ант беру барысында адал да жауапкершілікпен қызмет етуге, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға уәде берді. Мен Қазақстан Республикасы азаматтық ішкі істер органдарының қабылдауына отырып, Қазақстан Республикасының конституциялары мен заңдарын. Бүгін күні Теміртау қалалық ішкі істер басқармасында 700-ден аса полицей қызмет атқарады. Бүгіннен бастап оның құрамы тағы 15 жас маманмен толықты. 15 қызметкердің 3 қызметкері Тескі қалалық полиция бөлімі, 3 қызметкері Шығыс полиция және 9 қызметкер жол патрульдік полиция батальонының қызметкерлері. Яғни осы ант қабылдай отырып, жас қызметкерлер осы ішкі істер органдарына отаннан деген адал қызмет етуге бүгін ант беріп отыр. Енді ол жастарға тек тілейтінім алдыға өрмелеу, өсу, өну, биік шыңдардан көріну, армандарына, мақсаттарына жетсін деп тілеймін. Жас полицейлер қатан іріктеуден өткен, олардың барлығы тіл табыса білетін, тәртіпті, шыдамды, заңды білімі бар және шымыр мамандар дейді қалалық ішкі істер басқармасының басшылығы. Қазақстан Республикасының құқық қорғау туралы заңына сәйкес 6 қаңтардағы 2011 жылғы қазір конкурстық комиссия арқылы, яғни газеттерге, басылымдарға жария береді. Сол жария беруіне байланысты осы талапқа сай қызметкерлердің жас шамасы, сондай-ақ өзіндерінің қызметке талаптарына сай қызметкер, бұлар конкурстық комиссияда жүгіру, секіру, сондай-ақ білім несінен сынақтардан өтіп, сондай-ақ әскери дәрігерлік комиссияның қорытындысы бойынша талапқа сай қызметкерлер осы таңдалды. Ант қабылдаған жас маманның бірі Азамат Балтабаев. Ол жол патрульдік полициясы батальонының кіші сержанты лауазымына иеленген. Жас қызметкер өзінің әсерімен бөлісті. Бүгін ант қабылдадық, толқып тұрмыз. Бұл жұмысқа ұзақ уақыт құжаттар жинадық, экзамендер тапсырдық. 3 этап экзамен тапсырдық, солардан өттік. Сол енді бүгін ант қабылдап отырмыз. Бұл жұмысқа мен бала кезімнен қызығатынмын. Сондай-ақ полицейлер бүгін спорттық шараларға да қатысып бақтарын сынады. Үздік атанғаны облыстық додаға жолдама алады.